жасағаннан да, өтірік сөйлегеннен де, ұрлық істегеннен де ауыр. Одан да ауыр. Сол үшін шынымен де егер бір адам намаз оқып жүрген болатын болса, бірақ ол арақ ішкен болатын болса, оның жәннаттан үміті бар ау деп айта аламыз. Bir адам өмірі арақ ішпейді, бірақ намаз оқымаса, оның жәннатқа бару жолы қиын екеніне біз көзіміз жетіп тұрады екен. Сол үшін бұл деген сөз, яғни намаз оқып арақ іше беру деген сөз емес, бірақ намаз сондай үлкен күнәлардан тыйылуға көмектеседі. Адам баласы ол намаз басталумен байланысты жаман сөзден, жаман істен тыйыла бастайды екен. Бірақ осы аятта ғалымдар және айтады: Инна солата танха анил фахшаи вал мункар. Намаз адамды, яғни фахша деген үлкен бір арсыз күнәлар, мункар және бір күнәлар. Осындай бір үлкен күнәдан да, кіші күнәдан да, жасырынан да, жариясынан да тоса бастайды дейді намаз. Адам тоса бастайды дейді. Мысалға сен кісілермен біргісін намаз оқисың, сен ол кісілердің көзінше күнәдан тосыласың. Сен үйіңде жаңғызсың, жаңғыз болған кезде қасында бөтен көз жоқ. Бірақ та сен жаңғыз болдың да өзіңше елітіп, мүмкін бір жаман нәрсені көргің келе бастады, жаман нәрсені тыңдағың келе бастады. Бірақ та намаз оқыс сен намаз оққан екен, намаздан кейін қайтадан ол нәрсеге батылың жетпей қалады да. Өйткені сен дәл қазір Аллахтың алдына кіріп шыққандай болдың. Аллахтың алдында тұрғандай болдың. Намазға дейінгі ол нәрсең, сол ниеттің бәрін намаз судай шайып жібереді да. Тура оттың үстіне су құйылғандай болады. Сенің шахуатың басылып қалады. Алдында ғана сен бір жаман нәрсені қарап отыр едің, намаз оқпаған екен, ұялып, ол жаман нәрсені қолға ұстауға, ол намазға көз салуға ұялып қаласың, өйткені сен Құдайдың алдында тұрдың. Сол үшін ғалымдар айтады, қабыл болған намаздың белгісі адамды күнәдан тосады дейді. Бірақ адам сен намаз оқысаң да күнәң жалғастырасың. Намаздан кейін де күнәңді одан сайын күшейте беретін болсаң, онда ғалымдар айтады: Ман лам танха салатуху анил фахшаи вал мункар. Кімде кімнің намазы дейді, оны үлкен кіші күнәдан тоспаса дейді, фалия'лам, білсін дейді, фаиннаху лам яздат миналлахи илля бу'дан, онда білсін ол әр сәт сайын Құдайдан алыстап баратқан пенде дейді. Алыстап баратқан пенде дейді. Сол үшін бұл намаз мұсылманның бойындағы үлкен бір сипаттардың бірі. Тіпті кейбір мұсылмандарды, жәннатқа кіретін мұсылмандар сипаттайтын аяттар қарасаңыздар, намазбен басталады, намазбен аяқталады. Мысалға Мүъминун сүресін бір осы өздеріңіз алып, соның бір 10 аятын қарап шығыңыздар. 10 аятқа, Мүъминун сүресінің 10 аятында пайғамбарымыз айтады, ол 10 аятқа байланысты бір риwаятта: маған Аллахтан 10 аят келді, кімде-кім сол 10 аятқа амал істейтін болса, жәннатқа кіреді деген да. Сол 10 аяттың ішінде мұсылмандар сипаттарын сипаттай бастайды. Соның бастамасында қад афлахал муъминун деп келеді. Расында иман келтіргендер фәлахқа жетті. Яғни фәлах біз кей кезде қазақшаға бір сөзбен ғана аударып қоямыз, бірақ ол өте көп мағына қамтиды. Яғни араб тілінде фәлах бір табысқа жетті дейміз, құтылды деп аударып қоямыз. Бірақ оның ар жағында бақыт, табыс, ізгілік, құтылу, жәннатқа кіру, дозақтан аман қалу деген бүкіл сөзі қамтиды. Сол үшін араб тілінің мамандары айтады, араб тіліндегі фәлах сияқты бүкіл жақсылықты қамтыған сөз жоқ дейді. Қандай бір жақсылық болса, соның бәрі фәлах деген сөздің ішінде екен. Сол үшін Аллах айтты: «Қад афлахал муъминун», иман келтіргендер фәлахқа жетті. Және ол қандай иман келтіргендер? «Аллазина хум фи салатихим хашиун». Олар намаздарының ішінде дейді. Яғни намаз оқып тұрған сәттерінде хашиун, Құдайларынан қорқады дейді. Аллаху акбар деп намазға кіріскен кезде бітті, мына дүниенің керек болмай қалады оған. Бір сондай бір сәт. Бұл өте бір рахат кезең. Сол үшін пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи кезіндегі пайғамбардың өзін қарасақ та, сахабаларды қарасақ, намаз үстінде осылай болыпты, намаз үстінде оқ тиіпті, намаз үстінде бұлай осындай бір сезімдер көріпті, намаз оқып жатқан кезде баласының үстіне жылан түсіп кетіпті, соны байқамай қалып деген нәрсе жиі көреміз. Олар намазға кіріп кеткен кезде бітті. Алладан басқа нәрсені ұмытып қалатын болғанда. Намаздағы тәкбір тәхрима деп қойды, кіріспе тәкбір, ана Аллаху акбар деген, оның тәхрима аталуы, тәкбір деген Аллахты ұлықтау, Аллаху акбар деп айту. Тәхрима деген бір нәрсені харам ету. Оның мағынасы кейбір ғалымдар айтады, тәкбір тәхрима аталуы дейді, кіріспе бірінші тәкбірдің тәкбірден айталуы, Аллахтан басқа нәрсені менің қазір керек етпеймін деген сөз дейді. Болды, Аллахтың алдына бір ықылас танытуға, сондай бір маған берген мүмкіншілігі, осындай қыран топан дүние астан кестен мені алдап атқан кезде, үйтіп атқан кезде, айқай шу, бірдеңе өсіп, бірдеңе түсіп, бірдеңе көбейіп, бірдеңе азайып жатқан кезде, маған сондай бір Аллах тағала бір 5 минут, 10 минуттық мүмкіндік берді. Сол мүмкіндікте мен Аллахпен болып, бүкіл нәрседен өзімді алыстатып, бір Раббыммен болып демаламын деп, Аллаху акбар намазға кіріседі дейді. Сондықтан сахабалар, олар Аллаху акбар дегенде Аллахтан бөлек нәрсенің бәрін ұмытып қалатын еді дейді. Өте өкінішті, егер Аллаху акбар дегенде керісінше Аллахты ұмытып, Аллахтан басқа нәрсенің бәрін еске түсетін болса.
Сол үшін намазда өте бір сол жаңа бір сипаты олардың не деп келеді? Аллазина хум фи салатихим хашиун. Олар намаздарының ішінде Құдайдан қатты қорқады дейді, қатты қорқады дейді. Сол үшін бұл намаз шынымен де мұсылмандардың, бұл осы Мүъминун сүресі осымен басталады. Бірінші сипат иманды айтқаннан кейін бірінші сипат не бастайды? Намазды бастайды да, кейін осы жаңағы соңғы несінде сипатында намазбен қайтадан бітіреді. Бірнеше сипатын айтып келеді де айтады: «Валлазина хум аля салаватихим юхафизун». Олар намаздарына бекем дейді да. Өзі юхафизун дегенде сақ болады дейді. Оның ар жағында дәрет кіреді, оның ішінде уақыт кіреді, оның ішіндегі рукух кіреді, оның ішіндегі қырағат кіреді, бүкіл нәрсе кіріп кетеді екен. Яғни намаздың ішіндегі нәрсеге де өте ықтиятты, намаздың сыртындағы нәрсеге де олар ықтиятты дейді. Осы намазбен бастайды мұсылманның сипатын. Аллах Тағала жәннатқа кіретінде сол намазбен бітіреді. Намазбен бітірген кезеңнен бастап бірден нені айтады? Аллах Тағала айтады: «Улаика хумул варисун». Улайка хумул варисун ярисунал фирдауса хум фиха халидун. Міне солар мирасқорлар, міне солар фирдаус деген жәннаттың мирасқорлары дейді. Ең ұлы фирдаусты айтады. Бұл қарасақ мүъминді солай келеді. Және Құранда басқа аяттарды тура осы кейіпте көресіз. Болмаса Құран аятында біз білетін Маариш сүресінде келеді. Онда да Аллах айтады: «Инна иллал мусаллин». Ол қандай намаз оқитындар? Аллазина хум аля салатихим даимун. Олар намаздарына дейді өте әрдайым үздіксіз оқушылар дейді, жібермейді дейді. Намаздарын кәдімгі әрдайым, бір намаздың уақыты өтіп кеткен, оған өте қиын. Осы заманда да кей кезде ықыласты бауырларымыз көріп отырамыз. Бір бауырымызды бір кісіні көрмен қайран қалған едім. Ол кісі кәдімгідей жұма намазға баратқан, жолда осы сіздерде жиі кездесетін нәрсе, жолда ғана машиналар тоғырланып тұрып қалады, пробка болып. Сонда намазға жетпей жұма намазы өтіп кеткен кезде ана кісі жылаған екен да. Автобуста отырып жылаған екен, қасындағы кісілер түсінбеген не үшін жылаған. Сонда бұл кәдімгі намаздан қалып кеттім деп жылаған. Сонда қазір кезінде өзінде Аллаға сансыз мақтаулар болсын. Өйткені сондай бір ықыласты құлдарының қайттан пайда бола бастағаны, ол ықыласты құлдар арқылы Аллах Тағала өзінің пенделерін түзейді екен. Осы аяттың өзінде де Аллах Тағала олар намаздарына бекем деп сипат етті. Кейін осы аяттың өзін Аллах Тағала қайтадан бітіре бастайды. Ол намазбен бастайды оның сипатын, кейін олардың сипатын намазбен бітіреді. Олар дейді: «Валлазина хум аля салатихим юхафизун». Олар намаздарына бекем дейді. Қайтадан соны айтады. Намаздарды әрдайым оқиды, намаздарына бекем. Мүъминун сүресі солай басталған еді. Олар намаздың ішінде шын ықыласпен оқиды, кейін намаздарына бекем деді. Уақытысына, намаздың ракағат санына бекем деп келді. Оны намазбен бітірді, бірден жәннатты айтқан еді Аллах Тағала. Бұл жерде намазын бітірді, бірден жәннатты айтады Аллах Тағала. Олар намаздарына бекем деп келеді. Улаика міне солар дейді, фи жаннати мукрамун, жәннатта құрметке бөленетіндер дейді. Сол үшін намазды жәннаттың кілті деп жаңа бізге жеткен хадисте де сол хабарда береді екен. Енді біз білеміз, пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам да өзі өмірде намазды қатты жақсы көрген айтып кетті. Өзінің сахабаларына да намазға өте бекем болған айтатын. Тіпті өмірден соңғы сәттерінде, кәдімгі соңғы демдері шығып жатқан кезде пайғамбарымыз бірнеше сөздерді айтып кетті. Соның ішіндегі және бір не ғана: ас-сала, намазға бекем болыңдар, намазға бекем болыңдар деген о кісінің сөзі, насихаты болатын. Және де намазға біздің егер намазымыз дұрыс болатын болса, намаз біздің өміріміздегі бір қазық сияқты. Намазы бекем адамның өмірінің бәрі өзін-өзі реттеле бастайды. Семьядағы жағдай реттеле бастайды. Дүние тіршіліктері реттеле бастайды. Сөзі реттеле бастайды. Адамдармен болған қарым-қатынастар реттеле бастайды. Сол үшін ілгергі өткен сәләфтардың әдеттері, біреусі біреусіне келіп айтса, менің басымда қиындықтар көбейіп кетті десе, намазыңа көңіл бұр деп айтады екен да. Намазыңа көңіл бұр деп. Бұл нәрсені біз Құран аяттарынан да жиі кездестіреміз. Өйткені Бақара сүресінде де жаңағы некеге байланысты, талаққа байланысты, жаңағы күйеуі өлген әйел қандай не істеу керек, талақ алған әйел не істеу керек, соны неке, талақ, семьяны айтып келеді да, бірақ аят бірден күрт өзгереді. Басқа тақырып қойып кететін сияқты. Жалпы ғалымдар айтады, Құран еш уақытта бірден басқа тақырып өтпейді дейді. Құранның аяттары бірін-бірінің тәпсірі дейді. Сонда жаңағы семьяны бәрін айтып келеді да, семьяға қатысты мәселелер айтып келеді да, бірақ Аллах айтады: «Хафизу аля-салавати ва-салатил уста ва қуму лиллахи қанитин». Намаздарыңа, соның ішінде орта намазға бекем болыңдар, және оны шын ықыласпен Раббыларың үшін орындаңдар дейді. Ғалымдар осы аят жаңағы семья, неке, жәнедағы мәселелердің бәрін айтып, талақ және айтып кетіп, осы аяттың келген ғалымдар айтады: семьядағы көп мәселе, проблемалар дейді.
намазбен шешіледі дейді. Намазбен шешіледі дейді. Соған бір дәлел болатын бір оқиға. Оған дәлел болатын бір оқиға. Осы жаңағы Сауд Арабиясында болған оқиғаның бірі, ол жақта бір әйел кісі үйленетін болады. Үйленген кезде енді мұсылман әйелінің шынымен мұсылманшылықты дұрыс түсінген әйел үшін үйлену деген ол бір жақсы жігіт тауып алып рахат көру емес. Мұсылман әйел үшін сонымен қатар үйлену деген жәннатқа баратын жолды жеңілдету. Сол үшін мұсылман адам үйленген кезде ол мен жақсы жігіт таптым деп қуанбайды екен. Мен жәннатқа баратын бір есік пайда болды деп айтады екен да. Өйткені хадисте келеді, қайсы бір әйел дүниеден өтсе, артындағы күйеуі одан риза болып қалатын болса, ол әйелдің баратын жері жәннат дейді. Сол үшін әйел кісі күйеуіне қызмет арқылы Раббысының разылығына, күйеуіне қызмет арқылы жәннатқа баратын жолын жақындатады екен. Сондан бір әйел кісі ол жақта үйленеді, үйленген кезде қатты қуанады. Әлхамдулилля, және бір құлшылық пайда болды. Үйлену өзі құлшылық қой. Бір құлшылық болды, сол құлшылық арқылы мен жәннатқа баратын жолым жеңілдететін болдым деп қуанып үйленді дейді. Сосын бұл үйленеді, біраз уақыттар өтеді, бірақ отбасында кішкене ойлағандай жағдайлар кездеспейді. Бұл жаңағы шариғаттағы өзінің бойындағы міндеттерді, күйеуінің алдындағы міндеттерді орындау үшін күйеуіне әйтеуір жақсы көрінуге тырысады. Күйеуінің алдында әтірленеді, күйеуінің алдында әдеміленеді, күйеуіне жақсы тамақтар істеп береді, күйеуінің жақсы көрмейтін кісілерін үйіне кіргізбейді, үйін таза ұстайды, төсегіне қылтып түсірмейді, төсек салып береді. Осының бәрін істейді. Күйеу үйіне келсе жүгіріп алдынан қарсы алып сәлем береді, Аллахтан тыныштық пен сәлем, берекет тілейді. Шығып бара жатқан болса аяқ киімін үзулеп, үстіне киімін жауып жібереді екен. Осының бәрін істейді, бірақ күйеуі тура ескерткіш сияқты кірсе де күлмейді, шықса да күлмейді, бір ризашылығын білдірмейді. Ең болмаса Алла разы болсын деген сөзді айтпаған екен. Осының бәрін көрген кезде бұл әйел кісі уайым шеге бастайды. Уайым шеге бастайды. Менің күйеуім менен риза емес. Егер күйеуім маған риза болмай қалса, онда Аллах маған риза болар ма екен? Өйткені Аллах тағала мен Аллахтың ризалығын күйеуімнің ризалығы арқылы аласың деген екен деп уайымдайды да, бұл әйел кісі не істейді? Бір үлкен ғалымдарға барып, осының басындағы мәселені айтып, содан оның дұрыс жолын шешу жауабын сұрайды. Мен үйлендім, үйленген кезде қатты қуандым, қуанғаным жақсы кісі таптым деп қуанған жоқпын. Мен әйтеуір жәннатқа баратын жолым жеңілдейді деп қуандым. Сол үшін күйеуімнің әйтеуір алдындағы міндеттерімді Аллахтан қорқып қолымнан келгенше орындадым. Өзім мүмкіндігім барынша. Күйеуім үшін алдынан жақсы қарсы аламын. Есіктен кірсе жүгіріп бірінші болып сәлем беруге тырысамын. Күйеуімнің жақсы тамақтарды дайындап беруге тырыстым. Күйеуімнің жатар орнын тазалап ұстадым, үйін таза ұстадым, бәрін істедім. Бірақ күйеуімнің бір сондай бір ризашылығын, болмаса мен үшін бір мәз болғанын, қуанғанын көре алмадым дейді. Дастархан басында отырады, үйге кірсе де бір сол күйінде, шықса да сол күйінде, қабағы түйілген, ескерткіш сияқты, тас сияқты бір сезім көрсетпейтін. Сол күйінде келеді, кетеді. Бір айтпады, содан мен уайымдап жүрмін. Бұл күйеуім мен риза болмай қалса, Аллах риза болмай қала ма деп қорқып жүрмін. Жоқ, мен бір деген дұрыс істемей жатырмын ба? Соны бір түсіндіріңізші деп шейхтан сұрайды. Тіпті мен дейді, тіпті намазда тұрған кезде қалай күйеуімді риза қылсам деген ой келетін болды дейді. Сонда шейх бұның сұрағын тыңдап отырып, болды, таптым қателігін деген екен да. Сендердің семьядағыларға кішкене жаңағы болыватқан осы шикіліктердің қателігін таптым. О не қателік десе, сен намазда да күйеуімді қалай риза қылсам деп ойлайды екенсің ғой дейді. Иә дегенде, жоқ, олай істеме дейді. Намаз Аллах үшін дейді, болды дейді. Ол Аллах үшін тұрған кезде есіңде болсын. Аллах тағала және оның елшісі сен үшін әкеңнен де, шешеңнен де, күйеуіңнен де жоғары дейді. Соны жоғары қоя біл дейді. Бірінші орынға осыны қой дейді. Сен намазға кірістің ба, бітті, ол кезде күйеуіңді намаздан шығарып таста дейді. Аллахтың разылығы үшін орында дейді. Аллахтың разылығы үшін дәрет ал. Аллахтың разылығы үшін ықылас тант. Аллахтың разылығы үшін сондағы сүрелерге барынша көңіл бұруға тырыс дейді. Осылай істе, сонда сенің мүмкін дүние тіршіліктен реттелетін шығар. Өйткені Аллахтың елшісі пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, адамдардың жүрегі Аллах тағаланың саусағының арасында деген. Сондықтан сен Раббың риза болса, күйеуіңді риза қылып береді саған. Раббың риза болмаса, күйеуіңнің ризашылығын табу саған қиын болады дейді. Содан әйел кісі болды, жарайды деп кеттім дейді. Осыдан кейін менің өмірім өзгерді дейді. Қайта қызық болды дейді. Мен намазға қатты көңіл бұрам деп, дүниедегі проблемаларға аз көңіл бұратын болдым дейді. Оның салдарынан менің өзімде проблема аз сияқты көрініп қалды дейді. Намазға қатты көңіл бұрам деп, мен күйеуімнің тамағын дайындап берем, киімін дайындап берем, бұрынғы істеген жақсылығын бәрін істеп жаттым дейді. Бірақ көңілім енді шынымен де Аллахпен болған байланыс үшін қатты уайым шегіп, дүниемен болған кемшіліктерге қатты уайым шекпейтін болды, оған көп елемейтін болдым дейді. Сөйтіп маған намаз рахатқа айналды дейді. Намазды күтетін болдым дейді.
намазға асығатын болдым дейді, намазға дәрет алудың өзі мен үшін керемет рахат болып кетті дейді да. Мұздай судың өзі жылдай болып кететін болды дейді. Өйстіп мен жаңағы намазбен қатты шұғылданып, намазға мәз болып, тіпті күйеуім күле ме маған, күлмей ме, риза бола ма, риза, оны ұмытып кетіппін дейді да. Сөйтіп бір күн сол әдеттегендей намазымды оқып алып, күйеуімнің және тамағын дайындап, алдына тамағын ұсынып отырғам дейді, бірақ та күйеуім маған ұзақ тесіліп қарады дейді. Мен ыңғайсызданып кеттім де, бір нәрсе болып қалды ма деп одан сұрап едім дейді, қарап тұрды да, бірақ та жымиып күлді дейді да. Бірінші рет. Сөйтіп айтты дейді да, тамағың қандай керемет деп айтты дейді. Аллахқа сансыз мақтаулар болсын. Сен сияқты салих әйелді маған бұйырғанына деп айтты дейді да. Бұл сөзді мен күйеуімнің бір естігенде көзімнен жас шығып кетті дейді да. Шынымен де біз білуіміз керек, өйткені осы намазымыз дұрыс болуына байланысты біздің дүние тіршілігімізде, біздің отбасымыздағы тіршіліктерде, біздің бала-шағаларымызбен, достарымызбен, көршілерімізбен болған қарым-қатынас дұрыс бола бастайды. Егер біздің Аллахпен болған қарым-қатынасымыз дұрыс болатын болса, Аллахпен болған қарым-қатынас дұрыстаудың бір жолы ол намазға деген ықтияттылық. Өйткені Аллах Құранда не деп айтады? Аллах айтады: "Уамин аятихи анну халақалакум мин анфусикум азважа." Аллахтың құдіретін танытатын белгілердің біреусі ол сендердің өздеріңе сіздерге әйел жаратып берді дейді. Мин анфусикум азважа литаскуну илайха. Онымен бір жақсы тіршілік ету үшін дейді. Кейін Аллах айтады: "Ва жаала байнакум маваддата ва рахма." Және араларыңа дейді, ерлі зайыптылардың арасына махаббат пен мейірім қойдым дейді да. Араларыңда махаббат пен мейірім пайда болады демейді. Болмаса араларында махаббат пен мейірімді күшейтесің демейді. Ва жаала, Аллах тағала қояды дейді да. Ва жаала байнакум маваддата. Ол махаббатты қоятын Аллах тағала екен да. Сол үшін біз адамның жүрегін жаулай алмайды екенбіз. Жаулай алмай екенбіз. Сол үшін кей кезде әйелі өте сұлу болып тұрып, әйелінен көңілі қала беретін кездер болады. Бірақ біздің жүрегіміздің иесі Аллах тағала.